Бүгін Кербұлақ ауданындағы ауған соғыс ардагерлері паркінде тағылымы терең, жүрекке жылу сыйлаған ерекше шара өтті. Осыдан 37 жыл бұрын, яғни 1989 жылдың 15 ақпанында кеңес әскерлері ауған жерінен толықтай шығарылған болатын. Бұл күн тарих бетінде қайсарлық пен қасіретті қатар өрген кезең ретінде сақталады. Сұрапыл соғыста ерлік көрсеткен азаматтарға тағзым ету, қаза тапқан боздақтардың рухына құрмет білдіру мақсатында ұйымдастырылды. Таңертең ескерткішке гүл шоқтары қойылып, жиналған жұрт 1 минут үнсіздікпен майдан даласында мерт болған сарбаздарды еске алды. Гарнизонның әскери оркестрі мемлекеттік гимнді орындап, шараға салтанатты реңк берді. Жиында сөз алған ардагерлер мен аудан басшылығы өкілдері ауған соғысы жауынгерлерінің ерлігі ешқашан ұмытылмайтындығын атап өтті. Шараның жалғасы Кербұлақ ауданындағы Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйінде өтті. Мұнда ардагерлерге арналған концерттік бағдарлама ұсынылып, патриоттық әндер шырқалды, жас өнерпаздар би биледі. Экраннан ауған соғысына арналған деректі бейнефильмдер көрсетіліп, тарих тағы бір мәрте зерделенді.